Не болды? Сонымен кімне бөлісе алмай қалды? Не үшін төбелесіп отырсыңдар? А? Мен жай нормально жүрмін. Менде футболка, текстер, сол пацаны жай просто магазин сатып алып, бүкіл айтып жатыр. Сол чупана бастайды, типа обзывается. Оларға по-любому ештеңе істемеді. Сосын еще Амре жай тұр. Он говорит, что вы приставать из-за футболки, обычный футбол. Бар ғой. Сосын мынау бала скамейкаға мініп, типа қыдан бастап боқтап жатыр, осылай типа. Тыныш, болды. Жігіттер, балалар, қараңдар. Мынау ұят енді. Тыныш, мен сөйлеп жатырмын. Шошаңдамай, тыныш тұрыңдар. Разговоры! Балалар, жігіттер, мен сендерге бір нәрсе айтайын. Бөлінгенде бөрі жейді дейді. Сендер бір залда, бір уақытта жаттығу жасайсыңдар. Сендер кете салып бір-бірлерімен ерексіп, бір-бірлеріне қол көтеріп жатсыңдар. Ол өте дұрыс емес. Сендер қайта спортсмен, сендер бокспен айналысып жатсыңдар. Сендер қайта мықты болу керексіңдер. Бір-бірлерін қолдау керексіңдер. Бір-бірлерін құлап атса, біреулерін құлап атса, соны сендер көтере біліп, қасында алып жүру керексіңдер. Менікі дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Егер де дұрыс болмаса айтыңдар, ағай сіздікі дұрыс емес деп. Сендер мына жалғыз болсаңдар, әрқайсысын жалғыз болсаңдар. Мына сендерді сындырады. Тыныш. Мына жалғызды сындыру оңай. А егер де мынау сендер бірге болсыңдар, жұдырықтай. Мына жұдырықты сындыру өте қиын. Түсінікті ма? Сондықтан бірге болыңдар. Ертең неше түрлі жағдай бар. Сен мектепте бар. Қандай керемет ол мысалға. Енді болады, жігітше болғаннан кейін мектепте енді неше түрлі балалар бар, дұрыс па? Иә. Ерексіп қаласыңдар, ұрсып қаласыңдар деген, бірақ ондай жасамаңдар. Бірақ сонда жалғыз болсаңдар, сендер алатта не істейді, бәрі басып кетеді. А сен ертеңгі сен бокста досың бар, сен бар. Сен келесіңде сен айтасың балам, мен мектепте осындай жағдай отырады, көмек беріңдерші деп. Ертең сендер бірге барасыңдар, бірге барып шешесіңдер. Үйлеріңде бір тірлік болады бір. Көшіп отасыңдар, біреулерің бір үлкен үйге көшіп отасыңдар. Затты көмектесу. Әке шешең айтады, көмектес, мысалы сен айтасың, әке, мама, мен бокста достарым бар, мен алып келейін деп. Осындай топ балаларды әкеп, мама, папаның көмектесу. Әке шешең қандай қуанып қалады. Балам жігіт болып қапты, достар қандай мықты, мінекей спортқа барып жүргеннің қандай жақсы әсері, қандай пользасы мықты. Дұрыс па, мен дұрыс емес па? Енді бірге болмайсыңдар ма солай? Сендер басқа біреудің ұлттың балаларсыңдар ма? Сен кімсің сен бала? Сен кімсің? Қазақсың ба? Қазақсың ба? Қазақсың ба? Қазақсың ба? Қазақсың ба? Сен де қазақсың ба? Мен де қазақпын. Неге біз бір-бірімізді қазақ болып бір-бірімізді бөлу керекпіз? Неге біз қазақ болып бір-бірімізге тиісу керекпіз? Неге біз қазақ болып бір-бірімізді футболка киіп алсын, анау мынау деп. Сол да әңгіме ма? Жігіттер, кімде-кім бір-бірлеріне жаман сөйлейді, аямайды, біріншіден. Екіншіден, кімде-кім бір-бірін сыйламайды, мен мына залда ұстамаймын. Маған вообще залға келмей қойыңдар. Не көп бокс зал көп, басқа бокс залға барыңдар. Ұрсасыңдар ма, бөлінесіңдер ма, бір-бірлеріңді боғауыз сөз айтасыңдар ма, жаман сөз айтасыңдар, өздерің біліңдер. Түсінікті ма? Бірақ мына залға, Мұхит ағайға келіп жүрсіңдер ма? Тәртіппен жүріңдер. Тәртіппен жүру деген сөз ол ағайын тілін алу, бір-бірімізге мықты болу, бір жұдырықтай болу, міне. Бір жұдырықтай болсақ, бізді ешкім аламайды. Сендер бір жұдырықтай болушылар, сендерден мықты ешкім болмайды. Түсінікті ма? Келесі жол мен естімейін. Ағай, анау маған бүйтті, футболкам үшін бір бәле деді, анау аяғым түртіп кетті, анау бүйтті, сөйтті деген. Былайша айтқанда болмайтын әңгімені мен естімейтін болмаймын. Келістік па? Бір-бірлеріңе мықты болыңдар, бір-бірлерімен дос болыңдар. Сендер мықты болу керексіңдер, сендер спортшы, қазақтың балаларсыңдар. Бір-бірлерін қолдап жүру керексіңдер. Келістік па? Еркекше келістік па? Ал бәрін бір-бірлерімен қол аласыңдар. Еркекше. Жігітше жүріңдер. Дұрыстап, еркекше алыңдар, еркекше.
еркекше. Бір-бірлерін қолдарын алыңдар. Еркекше. Болды ма? Жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Айтылған сөз, атылған оқпен тең дейді. Екі сөйлеген жігіт мен үшін ол жігіт емес. Екі сөйлеген жігіт ол мен үшін ешкім емес. Сондықтан жігітше айттыңдар ма, жігітше қол ұстасыңдар ма, жігітше жүріңдер. Түсінікті ма? Бүгінгі жаттығу аяқталды. Құдай қаласа бұндай қайталанбайды. Вообще деген ойдамын. Сау болыңдар. Сау болыңыз.